Баршаңызға сәлем, сіздермен келін асханасы былтырғы жылдың хитіне айналған трайфл дейді немесе милка деген атауы бар десертін жасайық. Жай пирог жеп, жалығып, ерекше дәмді десерт жасап, шай ішкіңіз келсе, немесе қонақ күтер дастарханға ерекше сән берер, көркін ашар десерт жасағыңыз келсе, трайфл десерті сіз үшін. Жұмсақ, дәмді, нәзік, екі түрлі креммен, банан ерекше үйлескен мороженое тәріздес десерт. Ең бірінші корж дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны таза, құрғақ ыдысқа жарып, шым-шым тұз салып, ағарғанша миксерлейміз. Жұмыртқамыз көпіріп, сәл ағарған соң 100 грамм қантты 2-ге бөліп қосамыз және миксердің жылдамдығын жоғарылатып, қою пышны масса болғанша миксерлейміз. Құрғақ массамызды дайындап аламыз. 80 грамм ұн, 50 грамм какао, сапасы жақсы, шоколадтың иісі шығып тұратын какао болу қажет, және 1 шай қасық қопсытқышты електен өткізіп, жұмыртқалы массамызбен біріктіреміз. Ұн шашырап кетпес үшін венчикпен кішігірім араластырып алып, миксерді қосамыз. Біріктіріп болған соң 3-4 қасық сұйық май құйып, миксерлейміз. Қою да, қатты сұйық та емес консистенция болу керек. Сіздерге ыңғайлы формада 25-30 минут 180 градус қызып тұрған пеште пісіреміз. Түсі қара болғандықтан күйіп кетпесін байқап тұрыңыздар. Піскенін құрғақ таяқшамен тексеріп аламыз. Сол мезетте заварной крем пісіреміз. 350 мл сүтті асты қалың кастрюльде ысытамыз. Бөлек ыдыста 1 жұмыртқа, 5 ас қасық қант, 1 ас қасық ұн мен крахмалды қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Ыстық сүтті құйып, жұмыртқалы массамен ақырындап біріктіреміз. Біріктіріп болған соң, қайтадан сол кастрюлемізге қайтарамыз да, орташа жанып тұрған отқа қоямыз. Венчикпен араластырып тұрамыз. 2-3 минут ішінде қою массаға айналады. Асты күйіп кетпеуін байқап тұру керек. Өте дәмді сгущенканың дәміне ұқсас крем болып шығады. Үсті бұрқылдап қайнап, қою массаға айналу керек. Сол кезде өшіреміз де 80 грамм сары майды салып ерітеміз. Крем суыған соң ара-арасында араластырып тұру қажет, бетінде қабыршық пайда болып кетпеу үшін. Осындай құрғақ таяқшамен тексереміз коржымызды. Кремімізді арасында араластырып тұрамыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сары май болса, тез ериді. Корждың жан-жағын пышақпен босатып аламыз да, үстіп коржымызды үгітеміз. Шоколадтың иісі бұрқырап тұратын, мұрын жаратын өте керемет бисквит болып пісті. Жұмсақ, үлбіреп тұр. Дәмін айтсаңызшы, дәмі не деген керемет. Корждарды осындай майда крошкаға айналдырып үгітіп алдым. Немесе 2-ге бөліп бисквитті квадратиктарға турасаңыздар болады. Немесе стаканчыққа жинайтын болсаңыз, стаканчықтың размерімен домалақ пішіндер кесіп алсаңыздар болады. Бәрі өз қалауыңызша. Екінші крем дайындаймыз. Оған 250 грамм сливочный сыр алдым, немесе творожный сыр алуға болады, сүзбелі ірімшік. Салқын болуы қажет міндетті түрде. Ақырындап миксердің аз жылдамдығында айналдырып, 150 грамм қант ұнтағын сеуіп, біріктіріп аламыз. Содан соң 300 грамм салқын сливки, яғни кілегейді салып, миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз.
Сливкеміз міндетті түрде тоңазытқышта тұру керек. Жұмыс жасамас бұрын 10-15 минут бұрын мұздатқышқа салып қоямыз. Миксерлейтін уақытта шығарып жұмысымызды бастай береміз. Осындай қою масса болу керек. Сливочный креміміз, заварной крем, коржымыз, үгітілген және трайфл жинайтын арнайы ыдыстарымыз. Және мұнда 3 банан турап қойдым дайындап. Бірақ түрлі крем дайындасаңыздар болады. Тек қана жаңағы творожный сырымызбен, сливочный сырмен сливкиді миксерлеп, сол кремді қолдансаңыздар болады. Немесе заварной креммен сливочный крем жасап, екеуін біріктіріп алсаңыздар болады бір ыдыста. Одан соң қолдана бересіздер біріккен кремді. Мен осы жолы әр коржыға әртүрлі крем жағуды жөн көрдім. Ең астыңғы слойға сливочный кремді жағып аламыз. Насадкаға құйған маған ыңғайлы болды. Сіздер қасықпен жақсаңыздар да болады. Бетіне кішігірім үгітілген корждарымызды себеміз. Оның үстіне бананның тілімдерін қойып шығамыз. Және заварной кремімізді құямыз. Ол кремнің бетінен үгітілген коржымызды сеуіп, осындай сливочный кремімізді кондитерлік насадкамен жағып шығамын. Немесе қасықпен, көз мөлшермен біркелкі етіп жағып шықсаңыз болады. 5-6 сағат тоңазытқышта тұрғызып, трайфлды дастарханға қойсаңыз, корждарға крем сіңіп, біріккен әдемі десертке айналады. Егер 1-2 күн тұратын болса, 2 кремді бір ыдыста біріктіріп алуға кеңес беремін. Себебі заварной крем коржыға сіңіп кетуі мүмкін. Әртүрлі крем қолданып, әртүрлі мезгілді жеміс-жидектермен жасасаңыздар болады. Құлпынаймен өте дәмді болады, банан араластырып жасасаңыз. Немесе қарақат пен шиемен жасасаңыз да болады. Кондитерлік дүкеннен арнайы трайфл жинайтын қақпағы бар қағаз формалармен 200 мл пластик стакандарын алдым. Сіздер үйдегі бар шұңғыл торт жинайтын сервизде және порционды әсем шынаяқтарда жинасаңыздар болады трайфлды. Слой-слоймен жинай беремін. Ең астына крем, сливочный крем, корж, банан, заварной крем және үстінен тағы да коржды сеуіп, үстінен сливочный сырымызды жағып, трайфлды жинаймын. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецепт ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді комментарийге қалдыруларыңызды сұраймын. Қазы мен қуырдақ, дапанжы, қонақ күтер дастарханға салаттар, капкейктер, хит болған лупи-пай тортының сілтемесін подсказка бөліміне оң жағыңызда шығады. Сол жерге қалдырамыз және описание бөлімінде қарап көріңіздер. Бетіндегі крем сәл қатаю үшін 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямын трайфлдарды. Және судың буында кез келген шоколад, менде кондитерлік Қазақстан шоколадын алсаңыздар болады. 160 грамм шоколад пен 60 грамм сұйық майды араластырып ерітіп аламыз. Шоколад еріген соң 5 минуттан суытып, трайфлдардың бетіне біркелкі етіп құямыз. Шоколадты, егер сізде сливки қалған болса, сливкиді ысытып алып, шоколадты сындырып, сливкиға салып, сөйтіп ерітіп алсаңыздар да болады. Өстіп біркелкі етіп жағып шығамыз. Түнгі уақытта жасап, бір түн тоңазытқышқа қойып, таңертең кофемен, трайфлмен шай ішеміз. Сіңуіне 5-6 сағат уақыт қажет. Әсемдеуі өз қалауыңызша қант ұнтағын сеуіп, әртүрлі жеміс-жидектерді қойып шықсаңыз болады. Өзіміздің үй ішімізді, отбасымызды қуанту үшін жасадым. Егер сіздер сатуға жасасаңыздар, бұлайынан қатты толтырмайсыздар. Бетінде қақпақ жабылу керек. Соны байқаңыздар. Қонақ күтер дастарханға ерекше сән берер, көркі ашар, дәмі ерекше жұмсақ, үлбіреген, банан мен шоколадты корждардың, заварной, сливочный кремнің
ерекше үйлескені. Осы десертте жасап көріңіздер, дәмі бәрін таң қалдырады. Балмұздақ тәріздес дәмі балалардың да үлкендердің де көңілінен шығары сөзсіз. Бір рет дәмін татып көрсеңіздер, тоқтай алмай қаласыздар.